Армысыздар менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңдер. Ақша үшін бай татешкалармен көңілдес болдым. Құрметті оқырмандарға сабақ болсын деген оймен өзімнің басынан өткен оқиғаны сіздерге баян етпекпін. Мен Семей қаласында ұстаздар жанұясында тәрбиелендім. Орысша білім алдым. Сыныптастарым бәрі орыс балалар еді. Үйде қарындасым және мен. Мектеп бітіріп, институтқа оқуға түстім. Қаланың еркешора балаларының бірі болдым. Анам институтта мұғалім болғандықтан оқу сессия мен үшін еш проблема болмады. Күні түні ата-анам жұмыста. Мен қаланың баласы, достарымен қыдырып, арақ ішіп, дискотека жағалап, ауылдың қыздарын менсінбей қаланың орыс қыздарына баратынбыз. Тіпті сол кезде бір досым үлкен бай тәтелер тауып алғандығын, оңай ақша табу жолы бар екенін айтты. Сонымен 3-4 дос жігіт әрқайсымыз бай тәтелердің уақытша күйеуі болдық. Сенің жұмысың құрбылармен кездескенде қасында еріп жүру, немесе үйіне достары келгенде мынау менің жігітім деген кезде ақырын күліп күйеу қызметін атқару. Бай тәтелер үшін жас жігіт ертіп жүру құрбыларың арасында үлкен авторитет болатын. Ал бізге керегі ақша. Көп болса аптасына 2-3 рет, басқа күндері бай тәтелер берген ақшаны алып, сый қиып киініп алып, орыстың қыздарымен көңіл көтеру еді. 90-шы жылдардың бас кезінде студенттер арасында бас киім тонау өнерге айналды. Оңай ақша табудың бір жолы бізге ұнай кетті. Ол ақша табуды да жолға қойып алдық. 4-5 жігіт бірігіп алып, студенттер тұратын жатақханалар жолын торып, ауылдағы ата-анасынан бір сиырын сатқызып, қалпақ алдырған қыздардың жолын торитынбыз. Одан алған қалпақты өткізетін арнайы адамдар тобы болатын. Соларға өткізіп, оңай олжаға кенеліп жүрдік. Осылайша студенттік дәурен аяқталып, жан-жаққа кеттік. Тұрмыс тіршілігімен арада біраз уақыт өтіп кетті. Содан мені Астана қаласына келіп қызметке тұрдым. Жұмысты тез таптым. Бір орыс әжейдің пәтерінде бөлме жалдап тұрдым. Күні түні жұмыс, арақ ішу, темекі тарту дегенді мүлдем ұмытқанмын. Үлкен фирмада қызметім жылдам өсті. Осылайша жүргенде әкем дүние салып, анамды Астанаға көшіріп алдым. Жоғары жалақы арқасында анамыз екеуміз тұратын пәтер алдым. Қарындасым да тұрмысқа шықты. Зейнеткерлікке шыққан анам маған үйлену керектігін айтып жүрді. Осылайша жүріп бір қызбен таныстым, үйлендім. Бірақ 4 жылдан соң өз еркімізбен ажырастық. Өйткені арамызда бала болмады. Кінәрат әйелімде еді, ал мен бір үйдің жалғыз баласы болғандықтан артымнан ұрпақ қалса дедім. Әйелім екеумізге ажырасу оңай болған жоқ. Сонымен фирмада қызметім жоғарылап, маған көз салушы қыздар да көп болды. Бірақ мен үйленуге асықпадым. Жүрегіме жақын қызды таппадым. Тек жай кездесіп тұратын қыздар болмаса, танысу сайтына кіріп, біраз қыздармен таныстым. Бір күні бір қызбен таныстым. Ол қызбен демалыс күндері кездесіп жүрдік. Ол қыз маған жай ғана ұнайтын, бірақ махаббат ұшқыны сезбедім. Бір күні ол қыз маған менен бала сүйгісі келетін және менен еш нәрсе талап етпейтінін айтты. Тіпті ол баланы тапқан соң Алматыға кететіндігін де айтты. Менің ойымда ештеңе жоқ. Орысша тәрбиеленгендіктен бе, әлде ол қыздың сөзіне сендім бе, онда тұрған не бар деп келістім. Сонымен ол қыздың аяғы ауыр болды. Екеуміз екі жаққа кеттік. Жылдар өтті. Мен бұрынғыша қызметімді атқарып жүрдім. Кафе, дискотека аралап жүретін уақыт жоқ болғандықтан тағы да сайт қыздармен таныстым. Жас кезімде көп қыдырғандықтан ба клуб, кафе дегенге көп жолай бермеймін. Сайтпен танысып, агентпен сөйлесіп, виртуалды қарым-қатынастар
үдей берді. Сөйтіп жүріп тағы бір қызбен таныстым. Біраз уақыттан соң кездестік. Екеуміздің арамызда үлкен махаббат пайда болғандай болды. Менің әйелімнен соң ұнатып жақсы көрген қызым осы еді. Іште көңілім марқайып, болашаққа жоспар құрып, ақ құсымды қолыма қондырғанша асығып жүрдім. Сүйіктім орысша тәрбиеленген, Көкшетау қаласынан екен. Туған әпкесінің фирмасында жұмыс істейді. Сағынышқа толы күндер өтіп жатты. Күнде кездеспесек те, күн аралатып кездесіп тұрдық. Ол әпкесінің үйінде тұрғандықтан мені еш уайымдамай, оның жүріп тұруын қадағаламадым. Арасында іссапармен Алматы, Өскемен, Тараз қалаларына кетіп жүрдім. Қызым музыка жағынан сауат алған, дауысы да мықты еді. Құрбы қыздармен анда-санда ресторанға тірі дауыспен ән айтуға барып тұратын еді. Арманы шетелге шығып ән салу еді. Сол кезде оның осы істерін арманы музыкаға деген сүйіспеншілігі деп ойлаушы едім. Және сүйгенімнің арманыма балта шапқым келмеді. Күндер өте берді. Болашақ жарым мені туыстарымен таныстырып та үлгерді. Мен де анамен таныстыратын күн жақын деп жүрдім. Кейін сүйіктім бір түрлі қылықтар шығара бастады. 2-3 күнге жоғалып кетеді. Қайда болдың десең, ауылдағы туыстарыма болдым дейді. Кейде тіпті телефон өшіп тұрады. Басында мен мән бермесем де, кейіннен күдік ала бастадым. Басқа біреу бар ма деген. Осылайша қайта кездесеміз. Бәрін ұмытам. Бір күні қызым тағы жоғалып кетті 3 күнге. Әпкесінен телефон шалдым. Әпкесі кездесіп сөйлесу керектігін айтты. Алып ұшып әпкесіне жеттім. Сүйіктіме бірдеме болды ма деп сөйтсем, менің сүйіктім есіртке құмар жан екен. Төбемнен жай түскендей болды. Ол бұрыннан есірткіге тәуелді жан екен. Тек мен байқамағанмын. Әпкесі бар сырын жайып салды. Оның 2-3 күнден жоғалып кететіні сыры осында екен. Оқырман, сол кездегі жай күйімді білсеңіздер, армандаған күндерім желге ұшып, бәрі өтірік болса екен деген үмітпен жүрегім жамандыққа қимай салып суға кетті. Өзім орысша тәрбиеленгендіктен мешіт маңайына жолымайтын едім. Алып ұшып мешітке қалай барғанымды білмей қалдым. Жарты күн бойы мешітке отырдым. Неге бұлай? Әлде Алланың қаһары ұшадым ба? Неге мені бақытты бола алмаймын? Неге? Қай жерде қателік жібердім? Жас кезімде жасаған істерінің есебі ме деген ой мазалап. Ол аз болғандай өзім әрең жүргенде бұрын менен бала көтерген қыз пайда болды. Агенттен хат жазып баласының суретін жіберіп, Тимурды көргің келмей ме деп. Ол қай заман еді? Бала 3-4 жасқа келіпті. Менің ол қыз тұрмақ. Шынын айтсам, баланы да көргім келмейді. Ол қыз енді маған Денка арқылы ұлымның сенің балаң екенін дәлелдеп сотқа беремін дейді. Алимент төлейсің, әйтпесе маған үйлен дейді. Ал менің ол қызға мүлдем жолағым келмейді. Ал есірткіге тәуелді қызыммен хабарласпай кеткен едім. Соңғы кезде қайтадан сөйлесіп жүрмін. Сүйген жүрек кешірімді ме, әлде мен әлсізбін бе білмеймін. Ештеме ойлағымда келмейді. Достарым болса, мұндай қызды қандай болашақ әйел ана болады дейді. Өзімше түзелер, жөндеп аламын деп те ойлаймын. Әлде үмітім бар, не істесем болады. Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.